Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгін мен күріштің пайдасы туралы айтатын боламын. Ағзасына жақсы тазалайтын күшті қасиетке ие. Оның сұрыптары өте көп. Мамандардың айтуы бойынша күріш тек калория өте төмен. Сондай-ақ құрамында глютена жоқ болғандықтан, глютена дегеніміз бұл ағзада қатты аллергиялық реакция тудыратын ақуыздар. Бұл күріштің құрамында жоқ. Күріштің пайдасы туралы бәрі біледі. Бұл дақылға мыңдаған жыл болған. Оны біздің дәуірімізге дейін Азия елдерінде өсірген. Бүгінгі таңда дәстүрлі медицина ұсынатындар мен салмақ тастағы келетіндердің және өз денсаулығын күтіп жүретін адамдардың арасында тек күріш қана емес, сонымен қатар күріш қайнатпасы да танымал. Соның ішінде біз күріш қайнатпасының пайдасы мен зияны туралы әңгімелейтін боламыз. Күріш суы несімен пайдалы? Бұл сұйықтықтың дәмі қоймашылындалған және жамсыз болып көрінуі мүмкін. Мысалы, қытайлықтар күн сайын таңертең бір стақан күріш суын ішеді. Бұл таптырмайтын пайдалы сұйықтық ағзаға қажетті сергектік сыйлайды. Сондай-ақ мұнда пайдалы заттар, минералдар, В, Е, С тобындағы витаминдер бар. Сондай-ақ күріш суының пайдалы қасиеттері бар. Олар ағзаның ішкі энергиясын босатады, тері мен шашты жағдайын жақсартады. Күріш суды және ыстықты жақсы көретін дақыл. Бұл тропиктік және субтропиктік аймақтарда өсіріледі. Күрішті өсіру бойынша Қытай, Үндістан, Индонезия секілді елдер алдыңғы қатарда тұр. Бұл қан қысымы, альцгеймер, қан диабеті, аш қорыту, қатерлі ісік, дәрумендер мен минералдар қоры, энергия көзі. Күріште көмірсу мөлшері мол болғандықтан денеге күш-қуат беріп, мидың қалыпты жұмыс істеуіне көмекші болады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам күріштен жасалған тағамды жақсы көрген екен. Бұл ақпараттың барлығы білім ал сайтынан алынды. Достар, менің каналыма тіркеліп, сіздерге мен жаңа видеолармен бөлісіп отыратын боламын.